Кішкентай кезде мамам ішінде жатып, шөлдеп қап суын ішіп қойған ғой десейі. Негізі туылғалы солай менде. Бұрын өзіме қатты комплекстап жылайтын сол нәрсені. Солай сұраса, қазір нормально. Дейміз жүре беремін. Ол менің өзімнің дүкенімнен болатын. Менде білесіздер ғой, интернет-магазин бар, бірақ қазір әзірше тоқтатып қойдым. Өйткені Құдай қаласа жақында күшті жаңалықтармен бөлісетін боламын. Сол үшін жібере алмай көріп жүріңіздер. Өте күшті жаңалықтар өте көп менде. Енді TikTokта барлығы осы видео болып жатыр ғой. Енді мен біреудің бұлай сынап мінетін ешкім емеспін. Ол туралы ештеңе де айта алмаймын, бірақ кейде адамдарға таң қаламын да, бір нәрсе шықса барлығы сол нәрсені қайта бетке басып, қайта бүкіл жерге жазып, ондай негізі керек емес деп ойлаймын. Адамның бүкілінде бір қателік, кемшілік болады. То оның ата-анасы жасаған қателікке оның қыздары жауап беру міндетті емес деп ойлаймын. Енді барлығы білетін шығар, енді мен мінезім өте күшті деп айта алмаймын. Мінезім негізі ауыр, сөз көтере алмаймын, тез ашуланып кетемін, бірақ ақ көңілмін. Ал біз эфирден мені Асем алып кетті, сонымен тамақтанып алып, бүгін негізі басқаша план болған. Десек планымыз өзгеріп кетті да аяқ асты. Бұл маған ренжіп жатыр. Дубайдан көріп паркті көрушін келдім бәдім. Оны таңдаған панда, бірақ өз жоқ. 2 сағат болды күтіп жүргенімізге. Осылай Алматының парктерін көрсін деп жатырмыз. Бұрын соңды көріп қойған парктерін. Студент кезінде шықпайтын ме осы? Сол есіңе алсын деп жатырмыз. Енді Алматының күшті жерлерін Құдай қаласа ертең үйіне барып келеді, сосын средадан бастап көреміз деп. Ертерек бітірдім барлығын, я готова. Птички поют, кайф. Блокнотикімді алып қазір. Что я? Да, удивляюсь всему, это же хорошо. Мир удивителен. Мир удивителен и многогранен. Поэтому нужно всему удивляться, всему радоваться. Все замечательно. Мен магазинге бара жатсам, мына біздің қыз мына жерде Даниярға хат жазып отыр. Көзі ағып, жылап. Не жазып отырсың Даниярға? Жазда ештеңе деп қойсай. Қалжыңдай. Ал достар, эфирға дайынмын. Менде бүгін осындай двоечка. Яркого цвета. Күшті көрінеді. Біз шоп дүкеннен сілтемені қалтырамын, образдарды көрсеңіздер болады. Достар, кешкісін айтып кеткендей, ескі телеграм-каналым енді менікі емес, және де өжде жекеме жазып, Айданаға жаздым десеңіздер, ол олай емес, өжде менеджерлер отыр. Сондықтан сіздерге жаңадан сілтеме қалтырамын, жаңадан телеграм-каналды создавать еттім. Ол жерден де көбінесе жаңалықтар, құпиялар, сырлар, түнгі ойлар дегендей барлығы сол жерде болады. Инстаграм желісінде жоқ ақпараттар, соның барлығы менің телеграм-каналымда аста қалдырдым.